Арман, иә. Қателеспесем. Не себеп? Енді себебі былай болды, негізі шымылдық ашылғаннан басталды ғой. Менің реакциямды жаңағы халық жаман қылып кішкене нетіпті да. Негізі көлеңкесіне мен кішкене басқа адам деп ойлап қалдым. Содан кішкене шошып кеткенім бар. Сіз өзіңіз де айттыңыз ғой. Иә. Біреуге ұқсаттыңыз ау деген сияқты қылып. Содан кішкене үркіп дей ма, сондай болып қалды менде. Бірақ өзіне сырласуда айттым. Кешірің, сондай реакция танытқаныма сізге емес деген сияқты қылып. Ол кісімен сөйлестім, өте жақсы жігіт. Жақсы отбасынан шыққан, тек біздің өмірге деген көзқарастарымыз мен ол кісінің критерияларына мүлдем сай келмеймін. Сондықтан да кездесуде ол кісінің уақытында алғым келген жоқ. Бірақ жазысулар Кездесу болды ма? Жоқ. Кездесу болмады, тек жазысулар. Ал кім тоқтатты? Бастамай-ақ қояйық, немесе кездесуге бармай-ақ қояйық деп. Бармай-ақ қояйық дегенде былай болды, Балауса ханым. Ол кісі маған 3-ші күні келген болатын, иә? 4-ші күні мен айттым, кешіріңіз, мен бүгін бір магазиндерге барам деп айтып қойып едім, ертең кездесейік, эфирдан соң дедім. Бірақ ол кісі маған 7:30-да жауап берді, мен 6:30-да шығып кездесеміз деп күтіп отырғанмын іште. 1 сағаттай күттім, одан кейін ол кісі маған ауырып жатқандығын айтты, екеуміздің неміз келмеді. Жақсы. Сізде үміткер жоқ, Арунаға үміткер күтеміз. Және Шолпан студияға оралған екен. Шолпан, не айтайын деп жатсыз? Асығыстығыңыз бар еді ғой, Тимур? Баласаға менде де осындай өкінішті жағдай. Кеше келген болатын үміткерім. Одан кейін үміткерім ата-анасынан рұқсат алмаған екен осы келерде. Одан кейін жобадан шыққанның ата-анасымен сөйлескен. Ата-анасы именно әкесі жағынан қарсылық болған екен. Сол себеппен бізде де таныстық тоқтады. Соны айтқым келген болды. Таныстық тоқтады, содан айтып жатырсыз, иә? Адамдар неқта үміткерге зар болып жатса, екеуі тихария сырттан алдап, сұлдап тоқтата саған сияқты ғой. Жоқ, Нұрдәулет. Бұл Арунанты, Тиманты мен осы үміткерлеріне негізі қатысушылар барлығымыз үйленіп кетеді деп ойладық та негізі. Болды, осы жігіт осыған үйленеді деп ойладық негізі. Жоқ, Нұрдәулет, біз мына жерде өзіміз ұсыныс тастап, танысып алып, одан кейін жылатып тастап кететқан жоқпыз. Бізде кеше таныстық болды, басталды, таныстық жалғасқан болатын. Одан кейін шыққаннан кейін мен үміткермен хабарластым, телефон алмады. Одан кейін SMS-пен жазып жүрген болады маған. Мен үйдегілер қарсы отыр деп. Сол себеппен ғана тоқтады бізге. Күте тұрса, сөйлеп отыр ғой, Тим. Жоқ, мен де жауап бердім, сен де мені сөзге тиек еттің ғой. Сенің бұл жерде сөйлейтін ретің емес, не осы жерде тойды да, не таныстығыңды да қатырған адамның қатарында емесің. Сондықтан біз одан да адамның өмірін, уақытын алмай, осы жерден тоқтатқанымыз дұрыс дедік. Бәрібір де сөзіміз, ісіміз сай келмейді. Аян. Аруна, мына жерде сенен сұрағым келіп жатыр да, негізі таныстықты сыртта сатталет үшін тоқтатып тастаған жоқсың ба? Кешеде сатталеттен бір әңгімелер болып қалды. Ол енді Назымға қатысты емес деді, оны түсіндік. Бірақ ар жағында, Аруна жақта не жатыр деген сұрақ пайда болып жатыр да. Мен жақта ештеңе жоқ. Менде не болу керек мысалы? Мен айттым ғой, Садәулеттің айтқанын өзіме қабылдаған жоқпын дедім. Болды, өте қабылданмаған өте дұрыс болған. Аруна бәрі біледі, мен алдыңғы сезоннан бері жақсы бір қарындасым, досым, сондай бір жылы отношения ғана бар. Сол үшін оны Арунаға да байланыстырып керек емес деп ойлаймын. Жоқ, Садәулет саған білінбейтін шығар, бірақ та сен бағана осы жерге отырған кезде Арунаның жүзіндегі күлкісінен, не деген күлкі десеңізші, Ануша. Маған не болған, Балауса ханым? Ақыры байқап жүрген шығар. Сол байқаған нәрсені айтып жатыр. Жоқ, мен Садәулеттің кеше осы жерде Назым мен Ғалымжанның жауабын күтіп отырдық қой. Сол кезде бұл шықты ғой жаңағыдай, мен үміткер күтпеймін. Мен бұны жай ғана бір өзіне внимание жетіспеушілік деп қабылдадым, Балауса ханым. Знаете, неге? Алдыңғы сезонда осы жерде үміткерлер ағылып келді. Садәулет кездесуге бармай, талай осы жерде проблема болды ғой. Ал бұл сезонда әлі бір үміткер келген жоқ бұл кісіге. Сондықтан отырды да жертва болды бұл кісі. Мен үміткер күтпейтін сияқтымын деді да. Сәтиказ айтып жібере салайыншы, бұл кісінің сөйтеді бұл. Сөйтіп қашады да өзінше менсінбеген құсап отырады да, бірақ мына жерде ортада таныстық болып қалуы да мүмкін бұл кісінің тарапынан. Үстіп бастайды уже. Енді Садәулет, қараш енді, қалай ойлауымыз керек біз? Назымға қатысы жоқ дедің, өзің екі-ақ қызбен видео түсірдің, біреу Аруна, біреу Назым. Назым енді Ғалымжанмен кетті. Одан кейін Арунаға қарай біздің де ойымыз сондай болып қалды да, менің ойымша Арунада кішкене бір Садәулет жаққа қарай кішкене бір белгі беріп қойды да, таныстықты сыртта тоқтата салды мысалы. Біз не деп ойлауымыз керек екеуіңіз тарапынан? Бүгін бір жерге отырып ағасыздар. Сәл бір дейлеу ма киімдеріңіз еще? Мен бұндай фантазияға тәнтімін, Балауса ханым бар ғой. Кәдімде қалай келеді? Мен Садәулетке ешқандай да үміт беріп жүрген жоқпын. Осы жерде жауабымды айтып, одан кейін аға ретінде қарайтындығымды айттым ғой. Білмеймін, Садәулет жақта не болып жатса да, бұл өзіне ғана мәлім ғой. Өзіңізге көп болмаңыз. Бақсы кетіп барады ғой, қой деген сайын. Жоқ, мен бірдеңе дедім ба? Аға деп бәл шәкеле
беретін қыздар бар бізде. Сізде сөйтіп жүрмеңіз ертең. Сондай қыздар бар бізде. жоқ бірақ сенде маған бірдеңе бар ма нұржан да көргенін айтып жүрген шығар, қаншама рет жоқ арамызда еш нәрсе болуы мүмкін емес деп қосылып кеткен жандарды талай рет көргеннен кейін де тәжірибе бойынша айтып. Аруна жоқ, маған енді тікелей мен сұрақ қойып жатыр екен. қойдым ғой, сенде жалпы негізі бірдеңе сезіп жүрсің ба не маған? Жоқ, мүлде жоқ. Ғалымжан да күні кеше әлі жоқ қандай- деп бір сағаттан кейін Назымға сөз салған. Сондықтан бір таң қалатын нәрсе деп ойламаймын. Иә. Енді уақыт көрсетер деп қоя салсам дұрыс болар. Бірақ енді Нұрдәулет сіздің де Арунаны аңдып жүрсіз бе? Ешкім байқамайды. Әйтеуір Арунаны сіз байқай қояды жоқ екенсіз. енді баласа ханым Сатдәулет досым ғой, мен Сатдәулетті аңдып жүремін да негізі досым болғаннан кейін Содан кейін. Сатдәулетті аңдып жүремін аха. Олай болса Негізінде Сәддәулеттің айналасында жалғыз қыз ба? мен достарымды аңдаймын негізі Сатдәулетті Шерханды аңдаймын. Бір қарасам екеуі таласып жатыр ғой яқташы. Ей, онымен қол ұстаспай, оның қасына отырма деп. Мынарға не болған деп қоямын. Үшеуміз вроде сыртта жақсы араласамыз. Екеуі бір-бірін қызғанып жүр негізі Арунаны ше. Баласа ханым, негізі біз шал болдық қой осы үшеуміз ше. Біз просто уже істейтін тірлік жоқ та, короче. Біз бір-бірімізді аңдып жүрік уже. Үш би мына үшеуі бар ғой. Анау Үміткеріміз жоқ, Шерханнан короче. басталады, Сатдәулет бар да, Нұрдәулет бар, үшеуі үш би осы жерде. Кәдімгідей ығай мен сығайлар ғой. Молчание, знак Үш би согласия деген дейді ағай ғой. сығай деген Ана ар машина. жақта кісі нақ сөйлемей отыр деймін де, қызғанып отыр дейсің. Естіп отырсың ба ата? Бұл кісі көп сөйлемейді темада жоқ болды ана қазір. кісі. Протез түсқап қазір сөйлеймін деп. Баласа ханым, Ой, мен бір жігіттер. нәрсе айта салайыншы. Кеше енді бір түсініксіз жағдайлар болып кетті ғой жаңағыдай. Бір өзім айтып қалғаным бар, мен үміткер күтпеймін деген сияқты. Бірақ та мен толықтай ойландым деп айта аламын. Мен өз үміткерімді күтем. Сол үшін ешқандай да Қалай құбыласыздар тіпті күн сайын. 24 құбылғандай сағат емес. өткен жоқ. Просто бір мимолетный бір нәрсе болып қалды ішімде. Сол нәрсені бір Дәл шатастыра алған жаңағым сияқтымын. ғой, баласа ханым, айттым ғой, міне внимание жетіспеді, кеше кішкене уақытыңызды Иә, алдым иә, мына Сіз де арада. білмей қалдыңыз, бәлкім тоқтатпайтын едіңіз, оны айтпайтын да едіңіз. Ал бұл Айтпай ма, кісіге соны осылай- бекерге жіберіп қойдым мысалы, иә? Баласа ханым, құрметті қыздар, бізді көріп отқан болсаңыздар, үшеумізге шақырайықшы, Шерхан, Нұрдәулет. Тұрып шақырамыз ба? Мына мұзарт тобына үміткер болып келгілеріңіз келсейші бе? Келсе, Мен жүрегім бос емес. Мынау Баласаған бұл оңай болды ғой, бұл отырып айта салу, ертесі күні қайттан күте салу, мысалы деймін. Иә. да. Мен келіспеймін. Сіз келмейсіз, шақырмайсыз. сен шақырмайсыз ба? Жарайды. Өзіңіз қаласыз қазір. Бірақ Бастаңыз. бұл кісі бір мұқтаж емес ау. Келіп жатыр, кетіп жатыр әйтеуір. құрметті арулар, мына мұзарт тобына үміткер болып келгілеріңіз келсе, біз сіздерді күтеміз. Иә, дәл солай. Егер де сізге бойы ұзын, және де қатты төбелесетін, және де сөзге шешен, жігіт ән айтатын, билей алатын, харизматичный үш жігіт керек болса, бізге хабарласыңыздар. Сіздер өнер Жігіт тойға дегенше? шайнап жатқан кісілер сияқты айтып жатсыздар. Бір қызды шақырып жатқан жандарды көрмедім, бірақ енді мен ойлаймын, сіздер Келіңіздер. қалай шақырсаңыздар да қыздар келіп жатқан сияқты. Тек бағалау мәселесі сіздерде болып тұрған сияқты. Тек бағалау қолдарыңызда Негізі тұрған нәрсе. таза мұқтаж жандар өйстіп шақырады үміткерді. Отырып алып емес, баласағам сіз айтасаңызшы демейді. Талпынып атқан, алдыға болашаққа талпынып жатқан жандар өйстіп өздері шығып, өздерін жарнамалайды. Жақсы, ниеттеріңізге жетіңіздерші. Бірақ Әумин. мен Шолпанды шақырғым келіп тұр. Шолпан келіңізші бері қарай. Шолпан келіңіз, мында жаныма отырыңыз. Өзіңізбен сөйлесейік, не болды, не болып жатыр. Сіздің енді көңіл күйіңіз жоқтығын негізі тек бүгін емес, осы кеше ме, өткен алдыңғы күні ме байқап қалдым. Бір көзіңізге жас алып қалғаныңызды байқадым. Не болып жүр сізге? Не болды? Қайырлы күн баршаңызға. Жаңағы жылап қалғаным үшін кешірім өтінемін. Эмоция ғой. Кешірім сұрамаңыз, енді эмоцияңыз себеп болған болып тұр. Иә, себеп осы алдыңғы аптадан бастап, негізі басынан бастап, өзім өмірде де сондай тік мінезді қызбын. Шынайылықты жаңа жақсы көрем. И бетке айтқанды жақсы көрем деген сияқты. И басынан бастап ол жерде енді барлығымыз мақсатымыз өз жарымызды, болашақ жарымызды табу ғой. Енді бірақ сонда да осы жерде отырғаннан кейін шынайы жоба болғандықтан, осы жерде өз пікірімізді айтуға құқылы болғандықтан, өз пікірімді айтып отырамын. Алайда сол айтқан пікірлерім енді көп адамдарға ұнамай жатыр екен. Комментарияларды да өте көп көрем. Ауыр сөздер айтыла ма?
жыламаңызшы. Сізге көңіліңізге тиіп жатыр ма елдің айтқан пікірі? негізі көңіліме алмауға тырыстым басынан бастап, мүмкін дұрыс түсінбей жатқан шығар деген сияқты ғой. Бірақ қарғаулар, қарғыстар кетіп жатыр да. Мен ата-анам тарапына мысалға қандай тәрбие алған деген сияқты ше. Енді мен жас қыз емеспін, қарым-қатынас не болып жатқанын қалай көрем, солай айтамын да. Жаман болсын деген мақсатта, біреуді көре алмау, біреуді түсіру мақсатында емес. Жай ғана ситуацияны қалай көріп тұрмын, солай айтамын да. Шолпан, енді сөзіңізді бөлейінші. Қазір сізді толық тыңдаймыз. Бізде жарнама уақыты болып қалды. Жарнамадан кейін жалғастырамыз.